арасында ақ бата, жай бата, және өз бата туралы өткен жолы айтқанмын. Арнаулы батаға, арнайы бата дегенге тоқталғаным жоқ еді. Халық арасында әңгіме бар. Құр аяққа бата жүрмейді дейді. Ол не деген сөз? Яғни бата қабыл болу үшін міндетті түрде бір жақсылық жасау керек екен ол адамға. Мысалы жай батаның өзі қалай болса солай көшеде тұрып тор жайып бере салуға болмайды. Үйіне шақырып алып дастархан жайып, мінекей бата беріңіз десе, сол жай бата болып шығады. Біреу автобустан түсіп жатса, заты ауырлау болса, қол көмек көрсетіп жатса, қол көмегін берсе, барғаннан кейін алғысын айтып жатады, ол жай бата болады. Мінекей мынау баяғы кезде әлгі адамдар жиналған кезде алдын ала тамақ ішердің алдында қол жуатын, сонда біреу дегенін алып жүріп, барлық адамдар сол ұйып шығатын. Әрқайсысы өзінің ойына келген батасын айтып жатады. Тамақ жеп болғаннан кейін де сол қол жуып, олар да батасын айтып жатады. Бұның бәрі жай бата. Яғни ешқандай қызмет көрсетпей әлгі бата алу деген болмайды екен. Әлгі қазіргілер маған бата берші деп көшеде тұрып алып, қолын жайып бата сұрайды, ол еш уақытта болмайды. Ол ұят болады ғой сонда. Ұят болады бір жағынан. Ал енді арнаулы бата деген, мысалы Жамбыл Жабаевты мысалға келтіруге болады. Жамбыл Жабаевтың әкесі Жабай деген кісі, мынау баласы талантты екен. Ауыл аймақта өлең айтып, халықтың көзіне түсіп жүр екен. Сол бір күні сол бүкіл Жетісуға белгілі ақын Сүйінбайдан бата алғысы келіп, бір байдалын жетектеп алып, Сүйінбайдың үйіне барады. Сүйінбай атамыздың үйіне, атақты. Атақты Сүйінбайдың үйіне барады. Сөйтіп, мінекей сізге мынау балам осындай өнерлі, сіз енді атыңыз шыққан адамсыз, халыққа танымал адамсыз, сізден арнайы келіп тұрмыз, сіз батаңызды беріңіз балама деп, Жамбыл Жабаевқа бата сұрайды. Сөйтіп, бала қолын жайып, Сүйінбайдың батасын алады. Сөйткен Жамбыл бүкіл дүниесіне белгілі болады. Сүйінбай деген қайда, біздің Қазақстанның өзі зорға біледі. Ал Жамбыл Жабаевты кім білмейді, поэзия ғалымы деп атайды. Сонда батаның құдіреті, күші қайда екенін көріп отырсыздар. Менің бір